Саламатсыздар ма оқушылар? 11 сынып алгебра, параграф 19 көрсеткіштік функция тақырыбының есептерінің шығарылымын көрсетейін. Анықтама: y тең аның x дәрежесі түрінде берілген функцияны көрсеткіштік функция деп атаймыз. Мұндағы a 1-ге тең болмайды және 0-ден артық болады. Егер де аның мәні 1-ден артық болатын болса, мысалы 2-ге тең болса, 3-ге тең болса деген сияқты, онда функция өспелі функция болады. Егер де мына жерде аның мәні 0 мен 1-дің арасындағы сан 0, 5, 3-тен 1 деген сандар болса, онда функция бізде кемелі функция болады екен. Олай болса, есептерімізге тоқталайық. 19-да бірінші есеп: бір координаттық жазықтықта y тең 3-тің x дәрежесі және y тең 3-тен 1x дәрежесі функцияларының графиктерін салынған бір координаттық жазықта салу керек. Ол үшін мына жерде кесте дайындап қойдым. X-ге бірінші мән берейік. Мысалға -1 берейік, 0 берейік, 1 берейік және 2 берейік. -1 берсек, функцияның мәні 3-тің -1 дәрежесі бізде 3-тен 1-ге тең болады. X-тің 3-тің 0 дәрежесі 1-ге тең, 3-тің 1 дәрежесі 3-ге тең, 3-тің 2 дәрежесі 9-ға тең. Олай болса, келесі мәнді алайық. Мұнда да солай, -1 берсем, 3-тен 1-дің -1 дәрежесі 3-ге тең болады. 0 берсем, 0 дәрежесі 1-ге тең болады. 1 берсем, 3-тен 1-ге тең. 2 берсем, 9-дан 1-ге тең. Енді осы нүктелерді белгілейік. -1-де 3-тен 1 шамасымен 3-де деп алайын. 0-де 1 дегеніміз мына нүкте, 1-де 3 дегеніміз мына нүкте. Енді соңғы нүктелер белгілемей осылай сала берейін. -1-де 3, 0-де 1 мына нүкте, 1-де 3-тен 1 шамамен осы деп алайын. 2-де 9-дан 1 осылай кете береді. Енді осы нүктелердің арасын қосайын. Бір координаталық жазықтықта екі функцияның графиктерін салдық. Жағдайда біз анықтау болсында әріпмен белгілейміз. Олай болса, анықтау болса, мына жерде енді бөлшек болғандықтан бөлшектің бөлімі бізге 0-ге тең болмау керек. Сондықтан x тең болмау керек 0 болса, бүкіл сан өзінде 0-ден басқа сандардың барлығы қабылдайды деген сөз. Сонда минус шексіздіктен 0-ге дейін және 0-ден плюс шексіздікке дейін болады екен x-тің мәні. Екіншісінде де бөлшек берілген. Бөлшектің бөлімі x болғандықтан, бұнда да дәл сондай x тең болмау керек бізге 0-ге. Сондықтан бізде анықтау болса, минус шексіздіктен 0-ге дейін және 0-ден плюс шексіздікке дейін болады. Келесі мына жерде енді мынау x-тан f тең 7-тен 1-дің x дәрежесі деген сөз ғой. Оны x-тің орнына кез келген санды қоя беруге болады. Олай болса, бұны анықтау болса, барлық сандар жиналады. Немесе минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін деп те жазуға болады. Шексіздіктен плюс шексіздікке дейін. Келесі, мынада да дәл сондай анықтау болса, барлық сандар жиыны r немесе минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін болады екен. 19-да үшінші есеп: функцияның мәндер жиынын анықтаңдар. Бірінші, y тең болады 5-тен 1-дің x дәрежесі -2 деп жазылған. Және былай істейін. Орындарын өзгертейін. Тең y деп, одан кейін 5-тен 1-дің x дәрежесі тең y қосу 2 деп аламын. Мына жердегі сан 10 болған кезде мына теңдеу шығарылады, яғни y 2 артық 10 сан болған кезде мына теңдеу шешіледі. Болса, y -2-ден артық сандар. Жауап мәндер болсын er-мен белгілейміз. F деп алайын. -2-ден плюс шексіздікке дейін болады екен. Келесі екіншісін қарастырайық. Бұда y тең болады x плюс 2 дәрежесі плюс 4-тен 1 деп жазылды. Орындарын өзгерте алайын. Және алдының x плюс 2 дәрежесі бір жағын шығарғанда y минус 4-тен 1 деп алады. Сондай, мына сан бізде 10 болған кезде мына теңдеу шығарылады. y минус 4-тен 1 артық. Бұдан y артық 4-тен 1-ден артық сандар. Жауап мәндер болсын er-мен белгілейміз. 4-тен 1-ден плюс шексіздікке дейін болады. Келесі ары қарай үшіншісін қарастырайын. Мұнда да солай y тең болады 2,5-дің x дәрежесі плюс 3. Орындарын өзгертемін.
2,5-тің x дәрежесі тең y минус 3. Мына сан бізде оң сан болу керек. Y минус 3 артық 0-ден, y артық 3-тен. Ана ішінде 3-тен артықтады. Жауап Е, F. Мәндер осы 3-тен 3-ге тең болу керек. Келесі төртіншісін қарастырамыз. Y тең болады 0,7 x минус 1 дәрежесі минус 1. 0,7 x минус 1 дәрежесі минус 1 тең y деп үлкен орындарын өзгертемін. Бұдан 0,7 x минус 1 дәрежесі тең y қосу 1. Мына жердегі сан бізде оң сан болу керек, сонда теңдеуші болады. Минус 1-ден. Минус 1-ден артық сандар. Жауап Е. Минус 1-ден плюс 3-ге дейін болады екен. Егер x мына мәндерді тізбектей қабылдаса, онда y тең 3-тің x дәрежесі функциясы қандай мәндерді қабылдайды дейді. Ол үшін былай. Y тең 3-тің x дәрежесі функциясында x 0-ге тең болғанда, y тең 3-тің 0 дәрежесі ол 1-ге тең болады. Келесі x тең болады 1 болғанда, y тең 3-тің 1 дәрежесі ол 3-ге тең. Келесі x тең 2 болғанда, y тең 3-тің 2 дәрежесі 9-ға тең. X тең 3 болғанда, y тең 3-тің 3 дәрежесі 27. Келесі x тең 4 болғанда, y тең 3-тің 4 дәрежесі 81. Есептің жауабы бізде тізбек 1, 3, 9, 27, 81 болады екен. Келесі екіншісі. X минус 1-ге тең болғанда, y тең 3-тің минус 1 дәрежесі 3-тен 1-ге тең. X тең минус 2-ге тең болғанда, y тең 3-тің минус 2 дәрежесі 9-дан 1. X тең минус 3 болғанда, y тең 3-тің минус 3 дәрежесі 27-тен 1. X тең минус 4-ге тең болғанда, y тең 3-тің минус 4 дәрежесі 81-ден 1 болады екен. Есептің жауабы 3-тен 1, 9-дан 1, 27-тен 1 және 81-ден 1 болады екен. Қарай келесі үшіншісін қарастырайық. Үшіншісі y тең 3-тің x дәрежесі деп жазып қояйын. X-ге 2-ден 1 берсем, y-тің мәні 3-тің 2-ден 1 дәрежесі бір астында 3-ге тең. X тең болады 3-тен 1 болса, y тең 3-тің 3-тен 1 дәрежесі 3-ші дәрежелі турасында 3 болады. Келесі x тең болады 3-тен 2 болса, y тең 3-тің 3-тен 2 дәрежесі 3-ші дәрежелі турасында 3-тің 2 дәрежесі бұл 3-ші дәрежелі турасында 9 болады. Келесі x тең 4-тен 1 болса, y тең 3-тің 4-тен 1 дәрежесі тең 4-ші дәрежелі турасында 3 болады. Келесі x тең 4-тен 3 болса, y тең 3-ші дәрежелі турасында 4-тен 3, ол дегеніміз 4-ші дәрежелі турасында 3-тің 3 дәрежесі, яғни 4-ші дәрежелі турасында 27 болады. Есептің жауабы турасында 3, 3-ші дәрежелі турасында 3, 3-ші дәрежелі турасында 9, 4-ші дәрежелі турасында 3 және 4-ші дәрежелі турасында 27 болады екен. Келесі қарай 19-да 5-ші есеп. Берілген көрсеткішті функцияның қайсысы өспелі, қайсысы кеммелі. Бізде y тең болады a-ның x дәрежесі көрсеткішті функциясы a 1-ден артық болса өспелі болады. a 0 мен 1-дің арасында болса, онда функция кеммелі болады. Бұлай болса біріншісі бізде 4 1-ден артық болып тұр ғой, бұлай болса функция бұл өспелі болады. Екіншісі ол да сондай 10 1-ден артық өспелі болады. Келесі үшіншісі 4-тен 1 дегеніміз ол 0 мен 1-дің арасындағы сан кеммелі болады. Төртіншісі төбірасында 2 дегеніміз 1-ден артық сан. Сондықтан ол өспелі болады. Яғни төбірасында 2 дегеніміз ол шамамен 1,4 деп алсақ, ол 1,4 1-ден артық. Ары қарай келесі 19-да 6-шы есеп.
x аргументтің мәні артқанда дейді, функцияның қайсысы жылдам өседі дейді. y тең 2-ның x дәрежесі және y тең төбірасында 2-ның x дәрежесі функциясы былай болсын. X 1-ге тең болғанда, мында y тең 2-ның 1 дәрежесі ол 2 болады. y тең төбірасында 2-ның 1 дәрежесі ол төбірасында 2, немесе ол 1,4 болады. Келесі екінші, x тең 2 болғанда, y тең 2-ның 2 дәрежесі ол 4 болады. y тең төбірасында 2-ның 2 дәрежесі 2-ге тең болады. Келесі үшінші жағдайда x тең 3 болғанда, y тең 2-ның 3 дәрежесі ол 8 болады. y тең төбірасында 2-ның 3 дәрежесі ол төбірасында 8, немесе шамамен 2,8 болады. Сонда функцияның қайсысы жылдам өседі дейді. Біздің жауабы өсіп жатқан y тең 2-ның x дәрежесі функциясы. Бізде біріншісі, енді екіншісін қарастырайық. y тең 2-ден 1-дің x дәрежесі және y тең 3-ден 1-дің x дәрежесі. Мынадай қарастырайық. x 1-ге тең болғанда, y тең 2-ден 1-дің 1 дәрежесі, ол 2-ден 1, ол 0,5 деп алайық. y тең 3-ден 1-дің 1 дәрежесі, ол 3-ден 1, немесе 0,3 шамамен. Келесі, x тең 2 болғанда, 2-ден 1-дің 2 дәрежесі 4-ден 1, ол 0,25. Немесе келесі, y тең 3-ден 1-дің 2 дәрежесі 9-дан 1, шамамен ол 0,1 болады. Келесі үшінші, x тең 3-ге тең болғанда, y тең 8-ден 1, шамамен, жоқ, 0,125 болады, шамамен емес. Келесі y тең болғанда, мынау бізде 27-ден 1, шамамен 0,103. Сонда бізде функцияның қайсысы жылдам кемейді дейді. Бізде кеміп қатқан мынау, сондықтан жауап y тең 3-ден 1-дің x дәрежесі функциясы кеміп қатқан.